Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір сүйінші хабарында былай дейді: Алла тағала өзінің періштелеріне пенделерін мақтаныш етіп былай дейді екен: "О періштелерім, өз ісін атқарған қызметшінің хақы қандай?" деп. Сонда періштелер: "О Раббымыз, өз ісін толық атқарған адамның хақы оның ақысын толық өтеу" дейді. Сонда Алла тағала: "О періштелерім, менің пенделерім оларға міндеттеген парызымды орындап, дұға ету үшін айт намазына шықты. Өзімнің құдіреттілігім, ұлықтығым, жомарттығым, биік дәреже және мәртебемен ант етемін. Олардың дұғаларын қабыл еттім" дейді. Содан кейін пенделеріне қаратып: "Енді қайта беріңдер. Сендердің күнәларыңды кешіріп, жамандықтарыңды жақсылықпен алмастырдым" дейді екен. Осылайша 30 күн бойы ораза ұстаған мұсылман жұртшылығы ораза айт намазына қатысып, Алла тағаланың сый сияпатына бөленіп, оразадан олжалы оралады екен. Қадірменді қауым, сіз бен біз мынау Рамазан айында барынша Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсеткендей Рамазанда атап өтуге тырыстық. Күндізінде ораза ұстап, түндерінде тарауих намаздарында сап түзедік. Ауызашар дастархандарын жайдық. Басқа да игі амалдарға, жақсылықтарға барынша жақын болуға тырыстық. Оразаға дейін қалай едік? Рамазан айында рухани бір серпіліс алып қалғандай болдық. Ал енді оразадан кейінгі жағдайымыз қалай болады? Міне, осы қалпымызды сақтап қалуымыз үшін бірнеше аяттарды бүгін айтып өткіміз келеді. Бірінші, өзгеруді өзімізден бастайық. Құранда Алла тағала: "Астағфирулла, инналлаха ла юғаййиру ма биқаумин хатта юғаййиру ма би анфусихим." Расында бір қауым өз-өзін өзгертпейінше Алла тағала ол қауымды өзгертпейді дейді. Мысалы, сіз үйде отбасын асыраушы әкесіз. Сіз бала-шағаңыздың, жұбайыңыздың жақсы жағдайда өмір сүргенін және олардың бір рухани бай болғанын қалайсыз. Сіз олар үшін бір тұлғасыз. Ал енді сол сіздің ойыңыз, сіздің айтып жатқан сөзіңіз, олардың бойынан көріңіз келген нәрсе, оның бойында жүзеге асу үшін әуелі сол айтылған нәрселер сізбен біздің өзіміздің бойымыздан табылуы керек. Баласына шылым тартпа деп айтып, бірақ өзі темекі тартып тұрса, біреу хабарласса, "Мені үйде жоқ" деп айта сал деп, бірақ баласына еш уақытта өтірік айтушы болма десе, ол қаншалықты өтімді болмақ. Міне, бірінші бала-шағаның, ағайын туыстың, әріптестің арасында өзгерісті қалаған адам әуелі өзгеруді өзінен бастау керек. Біз Рамазан айында өзгеруге тырыстық. Жаңаға әлгі айтқанымыздай темекі тартып жүрген адам күні бойы бәленбай сағат ол темекісін тәрк етуге тырысты, бас тартты. Тағы басқа да теріс қылықтардан адам бойын аулақ ұстауды үйренді. Демек, осы өзгерісті Рамазаннан кейінде біз жалғастыруымыз қажет болады. Келесі аят бұл: "Еңбегіміз еш кетпесін." Құранда бір аятта: "Астағфирулла, ва ла такуну каллати нақалдат ғазлаха мин баъди қувватин анкаса." Мынау дүние тіршілігіндегі сіз бен біздің қолданысымыздағы сіз бен бізге түсінікті бір мысалмен Алла тағала айтады. Мынау қатты қылып, тастай қылып, жібін иіріп қойып, сосын қайтадан тарқатып жіберіп, еңбегі еш болған байқұс әйелге ұқсап дейді. Керемет бір жол бастаушы бір аят. Барлығымыз білеміз, ауылдағы үлкен кісілеріміз, апаларымыз ұршықты иіріп, қанша машақатпен иіріп қойғаннан кейін, егер сол иірілген жіп тарқатылып кетсе,
апаның еңбегі еш болады. Егер біреу әдейі тарқатып жіберсе, ол сол үшін таяқ жейді. Өйткені ол еңбек еш кетіп жатыр. Міне осы Рамазан айында да, қадірменді бауырлар, біз жаңағы осы сабыр етуді, біз Рамазан айында күні бойы аш жүруді, біз басқа да жақсы қасиеттерді біз үйрендік. Біз бойымызға жақсы нәрселер жинауға тырыстық. Ал енді той бітті дегендей, Рамазан біте салып, баяғы Байқожаның таяғы дегендей, баяғы әніне салса, баяғы теріс қылығына тартса, жаңағы мынау күні бір ай бойы шекпеген темекісін қайта тартып жатса, басқа да осындай теріс қылықтарын жалғастырып жатса, онда әлгі келтірген мысалымыздағыдай еңбегі еш кеткен байқұс әйелге ұқсап, біздің де еңбегіміз еш кетеді. Келесі бір аятта Алла Тағала «Астағузу билля, фастақиму илайхи вастағфирух». Ендеше тұппа-тура Аллаға бет алыңдар, одан күнәларың үшін кешірім тілеңдер дейді. Біз осы айда жоғарыда айттық қой, көп нәрсе үйрендік. Біз кейбір адамдар ренжіскен, ағайынның ішіндегі, әріптестің ішіндегі ренжіскен адамдармен татуласты. Реніш кетті. Енді осы басқа да жақсы қасиеттерді бойымызға дарттық. Енді осы жақсы қасиеттерді дартқан күйде табандылық танытайық. Осы ісімізде табанды болайық. Осы алған бетімізден енді танбайық. Рамазан сізбен бізге нәпсіні тәрбиелеуді үйретті. Рамазан айы бұл мұқтажға көмек көрсетуді үйретті. Рамазан айы сізбен бізге біреу егер бізбен ұрысқысы келсе, мен оразамын деп өзімізді сабырлы түрде ұстауды үйретті. Рамазан бізге нәпсіні тәрбиелеуді үйретті. Рамазан айы бізбен ұрысқысы келген адамға өзімізді сабырлы ұстаудың үлгісін үйретті. Рамазан жәннаттың Райян деген қақпасының қағамыз деген үкілі үміт сыйлады. Рамазан айы бұл сізбен бізді жаратушы иемізге жақындата түсті. Ендеше құрметті ораза ұстаушы бауырым, осы бойымызға дартқан, қол жеткізген жақсы қасиеттерімізді бойымызда сақтап қалуға тырысайық. Құран сізбен біздің мызғымас досымыз болсын. Сабыр бұл жетістікке жетуге, шыңды бағындыруға деген сізбен біздің бір әдісіміз болсын. Жомарттық мұқтажға көмек қолын созуға жетелесін. Ал білім, парасат Алла Тағаланы тануға, жағымды жаңалық ашуға жетелесін. Батырлығымыз бұл әлсізге күш көрсетуге емес, бұл оларға қорған болуға бағытталсын. Мынау осындай жақсылықты бойымызға дартқан Рамазан айымен қимай қоштасатын сәтке келіп отырмыз. Ендеше Алла Тағала келесі осындай Рамазан айына амандықта, саулықта және жақсы қасиеттерді, ізгі амалдарды жасаған күйде жеткізуді нәсіп етсін. Рамазаншыл емес, құдайшыл болайық. Мінекей осындай күндерден кейін айт мерекесімен де қауышқалы тұрмыз. Бұл айт мерекесі мұсылман баласының ұлық мерекесінің бірі. Мұсылманның мейрамы әдетте Алла Тағалаға шүкіршілік етіп, 2 рәкағат айт намазын оқумен басталады. Одан кейін айт мерекесін тойлап, айттап, жақындарымызға сыйлық жасап, дүниеден өткендерімізге Құран бағыштап, бір-бірімізге мерекені мәре-сара болып атап өтумен тойланады. Ендеше осы ораза айт мерекесін өзінің сән салтанатына, имандылық сән салтанатына сай атап өтіп, осы Рамазанда айтта тілеген дұға тілектерімізді Алла Тағала қабыл етсін. Оразаларымыз қабыл, айт мерекесі мүбәрәк болғай.